Саламатсыздар ма? Қазір сіздермен мынау қатардың қосындысын табуға байланысты есептерді шығаратын боламыз. Біріншісі, яғни 5-тен 4-тің n дәрежесі 1-ден бастап шексіздікке дейін. Бұл назар аударсақ, бұл яғни шексіз кемерлі геометриялық прогрессия ғой. Демек, онда ол s тең b1 бөлінген 1 минус q деген формула арқылы есептелінеді. b1 деп отырғанымыз n-ға 1-ді береміз. Сонда 5-тен 4, яғни алымында 5-тен 4, ал бөлімінде 1 азайтылған. Бұның еселігі де 5-тен 4-ке тең болып тұр. Сонымен бұдан көріп отырғандарыңыздай, міне 5-тен 4, ал мұнда 5-тен 1. Сонда жауабы 4-ке тең болады. Мұна бірінші есептің жауабы 4 шығады. Келесі екіншісін есептейтін болсақ та бірден жазайық онда. S тең 7-ден 2, 1 азайтылған 7-ден 2 десек, сонда бұл міне 7-ден 2 бөлінген 7-ден 5. Сонда бұның жауабы 5-тен 2-ге тең екен көріп отырғандарыңыздай. Келесі 1 бөлінген 6-ның n дәрежесі дейді. Бұның да s-ін табатын болсақ, яғни бірінші мүшесі 6-тан 1, сонда 1 азайтылған 6-дан 1. 6-тан 1-ді 6-тан 5-ке бөлетін болсақ, жауабы 5-тен 1 шығады. Келесі, мына есебімізді есептейік. Бұл жерден де мына s тең 4-тен 3, 1 азайтылған 4-тен 3. Сонда бұның жауабы 4-тен 3, ал мұнда 4-тен 1. 4 пен 4 қысқаратта жауабы 3-ке тең екен. Сонда мына бірінші есептің жауабы 4-ке тең, екіншісінің жауабы 5-тен 2-ге тең. Келесі үшінші есептің жауабы 5-тен 1 шықты, міне көріп отырғандарыңыздай. Төртіншісінің жауабы 3 шықты. Енді келесі қалғандарын есептейік. Бұл біз онша қатты қиындық тудырмайды бұны есептеу үшін, яғни s тең, міне 9-дан 2, 1 азайтылған 9-дан 2 дейсіздер. Сонда бұның жауабы 7-ден 2-ке тең болады екен. Келесі енді мынау сәл басқашалау болады. Бұны табу үшін қалай істейсіздер? Бұны есептеу үшін ең бірінші мен қазір нөмірлеп қойайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мынау бізде 6-шы есеп қой қазір. Бұл 6-шы есепті шығару үшін мен бірінші мына n тең 1-ден шексіздікке дейін 2 бөлінген n плюс 1 көбейтілген n деп тұр ғой. Бұны біз яғни екі бөлшектің айырымы немесе қосындысы ретінде жазғым келіп отыр. Онда мен бұны былай жаза аламын. n тең 1-ден шексіздікке дейін 2-ні былай жақшаның сыртына шығарайық. 1 бөлінген n азайтылған 1 бөлінген n плюс 1 деп жазсам болады да бұл жерде. Сонда көріп отырғандарыңыздай, ортақ бөлімге келтірсек бәрібір мұнан менде n плюс 1, n мен n жойылады да, мынау бастапқы мынау 2 бөлінген n плюс 1 көбейтілген n деген шығып отыр. Ал енді осының s-ін табу үшін бірінші біз s1-ді табайық. Мына қазір жазып отырғаным бәрі тек мына 6-шы есепке қатысты. s1-ді табатын болсақ, яғни ол 2 жақшаның ішінде. Мына жерде n-нің орнына 1-ді қойсақ, 1 азайтылған 2-ден 1. Енді мен s2-ні табайын. s2 деген 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсек, бәрібір міне 1 азайту 2-ден 1. Енді келесі n-нің орнына 2-ні қоямыз ғой. Сонда міне қосылған 2-ден 1 минус 3-ден 1 деген шықты. Демек, онда s n-ді беретін болсақ, бұл 2 еселенген 1 азайтылған 2-ден 1, қосылған 2-ден 1, минус 3-ден 1. Тура солай ең соңғысы бізде міне n-нан 1 азайтылған n плюс 1-ден 1 деген шығады. Сонда қараңыздаршы, міне 2-ні бергенде бөлім мына жақтан 3 деген қалып отыр, яғни біреуге артық қой. Және тағы бір назар аударатынымыз, бұлар жойылып кетеді екен. Мына мен мынау, келесі мына жерде негізі көп нүкте бар. Қосылған тағы да сол сияқты көп нүкте. Мына мен мынау жойылады, сонда бірінші және соңғы мүшесі ғана қалады екен. Сонда бұл деп отырғанымыз 2, 1 азайтылған 1 бөлінген n плюс 1. Енді біз осыдан s-тің мәнін есептейтін болсақ, яғни қатардың қосындысын табатын болсақ, осыдан шек аламыз. Сонда s тең лимит n ұмтылғанда шексіздікке 2, 1 азайтылған 1 бөлінген n плюс 1. Жауабы 2 шығады. Сонда мына 6-шы есептің, яғни қатардың қосындысы 6-ға тең болады екен. Енді келесі сонда қалған есептерімізге көшейік. Келесі есебіміз, яғни мынау 7-ші есеп. Бұның мәнін есептейтін болсақ, бірден s тең, мұнда жазайын, 9-дан 4, бірінші мүшесін 1 азайты q-ға бөлесіздер, сонда 1 азайтылған 9-дан 4-ке бөліп тастайсыздар, сонда 5-тен 4 деген шығады. Мынаның жауабы 5-тен 4 деген, бұл 7-ші есеп. Келесі, мына n-ға назар аударасыздар ғой, n 1-ден басталып отырса, демек онда s тең 7-ден 4 бөлінген 1 азайтылған 7-ден 4. Сонда бұның жауабы 3-тен 4-ке тең болады. Өйткені 7-ден 3, 7 мен 7 қысқаратты, 3-тен 4 шығады. Келесі, мынаның қосындысын табатын болсақ, бұны
s тең, былай жазсақ болады, мына 2-ні мына жерге емес, мынаның алдына былай шығарып жіберуге болады. Өйткені 2 деген бізде тұрақты сан болып тұр ғой, n-нан тәуелсіз. Сонда мына қатардың қосындысын табатын болсақ, мына 2-ден бір жақшаның сыртында, ал мынау деген шексіз кемел геометриялық прогрессия. Оның қосындысын табатын болсақ, бірінші мүшесі бөлінген бір азайту еселігі. Сонда мынау 6, міне 2-ден 1 көбейтілген, мында 6-дан 1, сонда жауабы 12-ден 1-ге тең екен. Мына есепте де тура солай, мына 3-ті бар ғой, мына алдына шығарып жіберіңіздер осылай 3-тен 1 деп. Сонда s тең, міне 3-тен 1, мынау 7-ден 1, 1 азайтылған 7-ден 1 дейсіздер. Сонда мынау қанша шығады бізде? 6-дан, міне 3-тен 1, ал мынан 6-дан 1, сонда бұның жауабы 18-ден 1 шығады екен. Енді келесі мына есебімізді есептейтін болсақ, бұдан қалай шығарамыз? Соған бір тоқталып өтейік. Бұл 6, 7, 8, 9, 10, мынау бізде 11-ші есеп қой. Мына 11-ге назар аударайық енді қазір сіздермен. Бұны да тура жаңағыдай, мына 3-ті былай мында шығарып жіберіңіздер. Сонда мен тек мынаны ғана тапсам жеткілікті екен ғой. Міне n тең 1-ден шексіздікке дейін 1 бөлінген n плюс 1 көбейтілген n. Және бұның алдында 3 бар деген сөз. Ал енді осыны екі бөлшектің қосындысына жіктейтін болсақ, міне n тең 1-ден шексіздікке дейін 1 бөлінген n азайтылған 1 бөлінген n плюс 1 десек болады, мен көріп отырғандарыңыздай. Ал енді осының біз қосындысын табатын болсақ, бұдан не шығады екен? Тура жаңағыдай ғой. S1-ді табасыздар. 3, 1 азайтылған 2-ден 1. Келесі S2 деген, міне 3, 1 азайту 2-ден 1. Енді мына n-дердің орнына 2-ні қойып шығасыздар. Міне қосылған 2-ден 1, азайту 3-ден 1. Сонда мына мен мынау жойылып кетті. Тура осылай, онда SN-ді табатын болсақ, 3, 1 азайтылған 2-ден 1, тағы да сол сияқты 1 бөлінген n азайтылған 1 бөлінген n плюс 1 шығады. Сонда мына көп нүктенің арасында, яғни таңбасында қарама-қарсы болатын мүшелер бар, олардың бәрі жойылып кетеді бір-бірімен. Сонда бірінші және соңғысы қалады ғой. Демек, онда s тең, міне лимит n ұмтылғанда шексіздікке мына sn-нан шек аласыздар. Сонда 3, 1 азайтылған 1 бөлінген n плюс 1, бұның жауабы мынау n шексіздік ұмтылса мынау 0 болады, жауабы 3 шығады. Сонда мына есептің жауабы 3-ке тең екен. Ал енді келесі мынау соңғы 4 есебімізді қарайық. Олар ондай қатты қиында емес. Так. Мынау s-ті табатын болсаңыздар, бірінші мүшесі 9-дан 8, 1 азайтылған 9-дан 8-ге бөлесіздер. Сонда бұл жауабы 8 шығады. Өйткені мынаған ортақ бөлімге келтіргенде 9-дан 1 шығады, 9-дан 1-ді 9-дан 8-ді 9-дан 1-ге бөлсеңіздер, 9 мен 9 қысқарады, 8 ғана қалады. Келесі s тең, міне 7-ден 6, 1 азайтылған 7-ден 6 дейсіздер. Мынау 7-ден 1, мына 7-мен қысқарады, жауабы 6 шығады. Келесі мына 2-ден 1-ді былай мына қатардың алдына жазып алыңыз, сағақта болады. Ішіне кіргізсек те болады. Өйткені ол 2-ден 1 бәрібір n-нан тәуелсіз ғой. Сонда s тең, мына 2-ден 1-ді жазайық. Міне 7-ден 6, 1 азайтылған 7-ден 6 дейсіздер. Сонда бұның жауабы 2-ден 1 көбейтілген 6, сонда 3-ке тең екен. Яғни мынаның жартысы ғой, сонда мына қатардың қосындысы 6 болса, онда мынау соның жартысы, яғни 3-ке тең екен. Келесі 3-тен 1, 7-ден 6 n деп тұр ғой. Біз міне 7-ден 6-ның n дәрежесінің қосындысын таптық. Оның мәні 6-ға тең ғой. Демек, онда бұл осыны 3-ке бөліп таста деген сөз ғой. Міне мынау жоқ деп ойласақ, 3-тен 1 мында тұр дейік. Сонда s тең 3-тен 1. Мына жерде міне сумма n тең 1-ден шексіздікке дейін 7-ден 6-ның n дәрежесі дейді. Ал бұл сонда қарап отырсаңыздар, 7-ден 6-ның n дәрежесінің қосындысы, яғни 6-ға тең екен көрдік. Сонда 3-тен 1 көбейтілген 6, ол 2-ге тең екен. Сонымен міне қатардың қосындыларын табуға байланысты осылай есептей саласыздар мына есепті.